Қайырлы күн қыздар, творожное печенье жасаймыз. Ол үшін бізге творог, қант, сары май, ұн мен разрыхлитель ғана қажет. Барлық ингредиенттерді біріктіріп, жұмсақ қамыр илейміз. Сары майды алдын ала холодильниктен алып қойыңыздар. Бөлме температурасында болуы қажет. Иленген қамырымызды бірден қолдана береміз. Жайылу оңай болуы үшін екі пергаменттің арасына қамырды қойып жаямыз. Қамыр өте жұмсақ және жабысқақ, сондықтан аз ғана ұн себе отырып жайып аламыз. Қамыр жайылды, шамамен 1 сантиметрдей болды. Және осындай форманың көмегімен дөңгелектеп кесіп аламыз. Менде форманың диаметрі 10 сантиметр. Енді печеньемізді екі жағында қантқа аунатамыз да бүктейміз. Екі жағы қантқа аунатылды және осылай бүктелді. Пергамент төселген формаға орналастырамыз және пешімізді алдын ала 170 градусқа қыздырамыз. Алдын ала 170 градус қыздырылған пешімізге печеньеларымызды 15-20 минутқа салып пісіріп аламыз. Міне біздің печеньеларымыз дайын, жұмсақ, дәмді болып шығады және аз ғана уақыттың ішінде дайындалады. Жасап көріңіздер, каналға тіркеліп, өз пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.